Қайырлы күн YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз тұмау дертінен айығудың бір жолы. Біз бәріміз білеміз, тұмау ауратқан кезде бәріміз парацетамол, антигриппин, не болмаса қандай дәрі бар, солардың бәрін терафлюз деген сияқты дәрілерді ішіп, тұмауды жеңуге тырысамыз. Бірақ сонымен қатар тұмауды айығудың бір жолы ол емдік нүктелі массаж екен, көп адам біле бермейді. Тұмау дерті негізінен дала ызғарын сездіре бастағаннан-ақ адамның бойына жабысып алатын, аса қауіпті болмаса да, бірақ жағымсыз дерт. Бірақ ауруға ем қолданбай асқындырып алатын болсаңыз, оның соңы біраз ауруларды тудыруы мүмкін. Әлсіздік, дауыс ырғағының бұзылуы, мұрнынан судың тамшылауы тұмаумен ауыра бастаған адамның мазасын қашырып төсекке қарай тартады. Ал сіз осы белгілермен күресудің тиімді жолы массаж екенін білесіз бе? Массаж негізінен қандай да бір жерді уқалаған кезде ол жер қызарады. Сол кезде ол жерге адамның денесіне қан барады. Яғни ол қан барған деген сөз, ол жер оттегімен байытылады. Қанға оттегі көбірек түседі. Тыныс жолдары тарылса кеңейтетін, басты ауру қысқанда жазатын, мұрын қуысын тазалайтын нүктелі массаждың пайдасын көп адамдар біле бермейді. Нүктелі массаждың көмегімен қан айналымы арқылы бойға оттегі көп мөлшерде тарайды. Егер тұмаудың алғашқы белгілері байқалса, жаттығудың көмегімен аурудың бетін қайтарып көріңіз. Орындық үстіне аяқ пен жауырынды тік қойып отырыңыз. Көзіңізді жұмыңызда терең дем алыңыз. Екі алақаныңызды бір-біріне үйкеңіз. Ортаңғы 3 саусақпен екі бетіңізді басыңыз. Басуды барған сайын күшейте түсіңіз. Саусақ ұштары бет сүйегін сезгенше басып тұрыңыз. 1 минут осы қалыпты сақтаңыз. Ірі саусақтарыңызды көзге жақын, шеке тұсына апарып орналастырыңыз. Енді қатты қимылмен шеңбер жасай отырып шекеңізді уқалаңыз. Екі сұқ саусағыңызды екі қастың үстіне қойып, саусақты ортаға қарай қатты салмақпен жылжытыңыз. Сонда қастарыңыз да бірге жиырылады. Енді саусақты қастан сәл көтеріп, қимылды қайталаңыз. Осы қимыл маңдайға, шаш түбіне дейін жалғаса береді. Яғни бұл жерде біз бетіміздегі нүктелерге массаж жасау арқылы оны оттегімен байытып, бұл жерге қанның жақсы келуін қамтамасыз етіп жатырмыз. Саусақ ұштарымен маңдайыңызды 10 секунд бойы жеңіл соққылармен, яғни саусақтың ұштарымен, сүйекпен емес, жеңіл соққылармен ұрыңыз. Келесі 10 секундта көздің астын саусақтың ұштарымен, яғни қайталап айтып жатырмын. Қайтадан қимылдармен, жеңіл қимылдармен ұрыңыз. Енді қолыңызды қатты сілкіп алыңыз. Бұл массаждан кейін қолда пайда болған ауыртпалықты түсіреді. Тұмау әрине көп адамның төсек тартып жатып қалуына әкеп соқтырады. Сол кезде тыныс алу қатты қиындайды. Көп адам емес, негізінде барлық адам тыныс алудың жаттығуларын білмейді. Соны жасап көрсеңіздер болады. Қазір мен сіздерге мына жерде айтып түсіндіріп өтем. Еденге немесе орындыққа арқаны тік ұстап отырыңыз. Әрқашанда біз арқамызды тік ұстап жүруіміз керек. Оң қолыңызды мұрын тұсына перпендикуляр етіп орналастырыңыз. Келесі қолдың сұқ саусағымен оң алақанына күш түсіріңіз. Саусақ пен алақан арасында мұрын болады. Қатты салмақтың әсерінен мұрын қуысына да күш түседі. Осы қалыпта 10 секунд тұрыңыз. Кейін қолдарды алмастырып бірнеше рет массажды орындаңыз. Тұмауға қарсы дәрі-дәрмек көп. Бірақ дәрілер ауруға ем болса, басқа мүшелерге кері әсерін тигізетінін бәріміз білеміз.
Сондықтан да өз ағзаңызға өзіңіз дәрі болып көріңіз. Бұл жаттығуларды ерінбей жасаған кезде ғана ол сізге пайдасын тигізеді. Жоғарыдағы ұсынылған жаттығулар кешені тыныс жолдарына өте пайдалы. Ал тұмау кезінде бұл жаттығулар таптырмас ем, себебі тұмау кезінде сіздің тыныс жолдарыңыз бірінші кезекте зардап шегеді. Бастысы ерінбей жаттығуларды жасай білу керек. Басты қағида: ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын ізде. Ауырмай, сырқамай, аман сау болып жүріңіздер. Өз денсаулықтарыңызды өздеріңіз қолға алып, барынша ем-домсыз өз күшіңізбен жазылып кетуге күш салсаңыздар болады. Рахмет.